салмағы сары алтындай сабырлы қазақ елі. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Асыл дінімізде өзіне тән ерекшеліктермен қасиетті күндерге толы айлар және түндер бар екені баршамызға мәлім. Әрине, мұсылман адам баласы оны өзінің ойынан тауып немесе ерекшелеген емес, керісінше қасиетті Құран кәрімнің Тәубе сүресінің 36 аятында Алла тағала бізге баяндайды. Астағизу билла инна иддату шухури индаллахи исна ашра шахран дейді. Жер мен көк жаратылғаннан бастап айлардың саны 12 деп бекітілді дейді. Арбаатун хурум, және олардың төртеуі ол соғысуға тыйым салынған қасиетті айлардың бірі дейді. Олар Зүлқағда, Зүлхиджа, Мухаррам және де 7-ші ай ол Ережеп айы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде айтқандай, Ережеп болса ол Алланың айы, Шағбан болса ол менің айым, Рамазан болса ол үмбетімнің айы деп пайғамбарымыз айтқан екен. Имам Ахмад ибн Ханбал өзінің Муснад атты жинағында пайғамбарымыздың бір сөзін келтіреді. Аллахтың елшісі әрдайым Ережеп айы кірген уақытта мынандай бір Құдайға деген мінәжатын, дұғасын әрдайым айтатын болған екен. Я Алла, бізге Ережеп пен Шағбан айын берекелете көр, және бізді Рамазан айына аман есен жеткіз деп пайғамбарымыз не аузынан тастамайтын болған екен. Міне қасиетті Құран кәрімнің аяты және де пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадистері, айтқан сөздерін негізге ала отырып, мұсылман жұртшылығы айтулы күндерді еске алып, бұл күндерді барынша сауапты істермен, құлшылықпен өткізуге тырысқан екен. Әрине, Ережеп айы исламға дейін арабтардың уақытында ол ерекше қасиетті айдың бірі болған. Ислам діні келген кейін Ережеп айының артықшылығы одан бетер артып түсті. Бұл тарихта қайталанбас, бір-ақ рет қана болған Миғраж оқиғасы міне осы Ережеп айында болған. Яғни бұл 621 жылы Ережеп айының 26-сынан 27-сіне қараған түні пайғамбарымыз екі дүниенің сұлтаны Джибраил періште екеуі Пырақ деген аттан төмен жануармен, яғни бір түнді бір сәтте Мекке шаһарынан Медина шаһарына аттанып, сол жерде құлшылық қылып, намаз оқып, кейін 7 қабат аспанға көтерілген екен. Ол жерде әрине әрбір мұсылманға құнды болған, қасиетті болған 3 нәрсе пайғамбарымызға сый ретінде Алла тағала өзі табыстаған екен. Соның ең біріншісі ол 5 уақыт намаз екен. 5 уақыт намаз оқу арқылы адам баласы Алланың құлшылығын, бұйрық еткен құлшылығын орындап, Алланың разылығын тауып, және де өзінің мерейін үстем қылдыратыны күмәнсіз. Екінші, Алла тағала пайғамбарға табыстаған керемет құнды дүниенің бірі ол Бақара сүресінің соңғы 2 аяты, 285 және 286 аяттар. Тіпті пайғамбарымыздың бір айтқан сөзі бар. Кімде-кім Бақара сүресінің соңғы 2 аятын кім оқитын болса, оған ол жеткілікті дейді. Яғни не? Алла тағала сол сүрелердің себебімен өзінің рахым мейірімін шексіз сол пендеге төгеді деп біз түсінеміз. Және де үшіншісі, ол Алла тағала сүйіншілеген, уәде еткен не нәрсемен адам баласы Аллаға серік қоспай, тек қана бір құлшылыққа ияка нағбуду ва ияка настағин, я Алла, саған ғана құлшылық қылып, сенен ғана жәрдем тілейміз, сенен басқа Құдай, иләх, тәңір жоқ деп жүрегімен сеніп, тілімен айтып, тула бойымен соны мойындап, солай өмір сүріп дүние салған болса, Алла тағала не істейді? Ол пенденің күнәсін кешіреді деп айтып кеткен екен. Міне бұл Миғраж оқиғасы үлкен бір біз үшін, мұсылман жұрт үшін үлкен қуанатын жайт. Бұл
биылғы жылы Құдай қаласа міне Ережеп айы ақпанның 12-сінен 13-үне қараған түнде кіреді, ал Миғраж оқиғасы болса, ол Наурыз айының 10-нан 11-не қараған түні Миғраж оқиғасы да не кіреді екен, құрметті ағайын. Әрине бұл түндерді, бұл күндерді ардақты болған, қасиетті болған күндерді біз қалай өткізу керекпіз, немесе қалай өткізгеніміз жақсылырақ, немесе абзалырақ. Әрине ғалымдарымыз айтып кеткен, кімде-кім осы Ережеп айында бір күн Алланың разылығы үшін ораза ұстайтын болса, Алла тағала ол адамға бір жыл ораза ұстаған сауабын жазады дейді. Міне, кімде-кім 7 күн ораза ұстаған болса, Алла тағала ол адамның дәрежесін көтереді дейді. Яғни не? Тозақтың отынан алыстатады дейді. Ал кімде-кім 8 күн осы Ережеп айында ораза ұстаған болса, Алла тағала пейіштің, жәннаттың 8 есігін айқара ашады екен. Және кімде-кім осы Ережеп айында 10 күн ораза ұстаған болса, Алла тағала оның кеткен болған күнәларын барын естеп, кешіріп тастайды екен. Және де кімде-кім 15 күн ораза ұстаған адам болса, оған арнайы мүнәди, яғни бір періште оған дауыстап, не қалайсың, сұрағаныңды Құдай тағала өзі береді деп, сондай бір керемет сүйінші хабар айтады екен. Және де осы Ережеп айында Нух пайғамбар, Алла тағаланың ол кісіге сәлемі болсын, осы кемесіне әлемдік топан су басқан уақытта, осы Ережеп айында осы кемесіне өзімен бірге сол жануарлар мен адамдарды бірге отырған осы жайт бар екен. Әрине пайғамбарымызда саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүннетінде, яғни әр айдың дүйсенбі және бейсенбі күндері оразаны ерекше айтып кеткен бізге. Қаншалықты сауабы, қаншалықты ол не үлкен мол жақсылық беретін айтып кеткен. Және де Ережептің уақытында немесе одан тыс әрбір айдың 13-і, 14-і, 15-і хижра есептеу бойынша ораза ұстаған, ол да үлкен сауаптарға кенеледі екен. Әрине құрметті жамағат, құрметті ағайын, бұл айда адам баласы барынша сыйлық беріп, ораза ұстап, сауапты істерге ұмтылып, ағайын туыстың арасында қандай да бір кекілжің болса, соны бір-біріне кешіріп, бір-біріне кешірімділікпен, мейірімділікпен қарауға тырысу керек. Өйткені Ережеп айы әрбір исі қазақ мұсылман үшін, және де міне осы Миғраж оқиғасының, Миғраж түнінің құрметіне, соның себебімен адам баласыне жақсылығын көбейтуге тырысу керек. Өйткені бұл адам баласына Алла тарапынан берілген үлкен сыйлардың бірі. Әрине бұл Миғраж оқиғасы пайғамбарымызға оның, яғни қайғылы жылдан кейін берілген үлкен бір сый. Қарап отырсақ, бұл Миғраж оқиғасы ешбір пайғамбарға нәсіп болмаған. Тек қана бір пайғамбарымыздың өзіне ғана Алла тағала бұйырған, нәсіп еткен дүниелердің өзі. Тіпті басқа құлшылықтарды қарайтын болсақ, ол зекет бола ма, ол қажылық бола ма, бұлар бәрі Джибраил алейхиссалам арқылы, елші арқылы нестеген пайғамбарға уахи етіліп отырған. Бірақ осы жердегі мына Миғраж оқиғасындағы 5 уақыт намаздың парыз етілуін бір хикметі, бір даналығы Алла тағала нестеген жер бетінде емес, көкте, аспанда жоғары жақтауған нәсіп еткен екен. Құрметті жамағат, құрметті ағайын, 90 ауыздың тобықтай түйіні соңында айтарымыз, Алла тағала осы Ережеп айында күндерімізді сауапты істерге, оразаға толы болуын нәсіп етсін. Келе жатқан Рамазан айына, Рамазаннан Рамазанға 4 көзіміз түгел, басымыз амандықта, аман есен қуышуымызға Алла тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.